Ассалаумағалейкум тарих сүйер қауым. Бүгінгі әңгімеміз едіге. Ер едіге үлкен нар тұлға деп айтуға болады. Жалғыз қазақ тарихында емес, ол барша түрік тілдес, яғни башқұрт, татар, қарақалпақ, ноғай халықтарындағы дастан эпостар мен ел аузындағы әдебиеттегі кең тараған тұлға. Алтын Орданың қол бастаған соңғы билеушілерінің бірі, яғни 14 ғасырдағы ірі тұлғалардың бірі. Осы орталық Азияда және Кавказда жасаған жорықтарымен істеген үлкен үлес қосқан осы ұлы даладағы тұлғалардың бірі. Әр халықтар өзінің батыры деп те санайды, ұлы тұлға істепті. Едіге қарапайым отбасыдан Маңғыт руынан шыққан. Маңғыт руы негізі Шыңғыс ханның бірінші болып қолдаған рулардың бірі болып келеді. Қазіргі Қаратау маңында дүниеге келген. Әкесі де қарапайым кісі болады. Кейін қолбасшыға дейін өседі. Яғни Көк Орданың ханы қиын қыстау кезінде көп қолдаушысы болмағанда осы едігенің әкесін қасына қолбасшысы және би ақылшысы есебінде алады. Әз Жәнібектің өлімінен кейін, яғни оның ұлы Бердібек әкесін және бауырларын өлтіргеннен кейін үлкен бақталас кезінде Бердібектің өзінде өлтіріп тастайды. Кейін Мәлік Темір де Тоқтамыс арасында үлкен бақталастық болады. Сол бақталастық кезінде Мәлік Темір жаңағы едігенің әкесі қолбасшысы болып, кейін едігені Тоқтамысқа жібереді. Яғни әкесі мен баласы бір-біріне қарсы соғыста болады екі жақта. Сонында Тоқтамыс негізі үлкен бір несі болады, тіреушісі, ол Ақсақ Темір. Қаржылай да, әскери де көмегі болады Ақсақ Темірдің. Сол арқасында Тоқтамыс Алтын Орданың билігіне келеді. Яғни бұл шайқаста Тоқтамыс жеңеді және Мәлік Темір өлгеннен кейін Мәлік Темірдің қолын бастап жүрген едігенің әкесі мойындамайды Тоқтамысты. Ол да жазаланып өлтіріледі. Тоқтамыс бірақ едігені өзінің қолбасшысы қылып алады. Едіге бәріне көнгенмен іштей сезеді Тоқтамыстың оған сенбейтінін. Сөйтіп Тоқтамыс Алтын Орданың тағына отырады. Бірақ ол кездері өте ыңғайсыз уақыт болады Алтын Орда үшін. Құлдырап жатқан кез болады сауда-саттықтың болмағандығынан. Оған себеп Қытайда Юань династиясының барын қырып, орнына Мин династиясы келіп жатқан, яғни Қытайлар Құбылайдың ұрпақтарын өлтіріп, моңғолдарды өздері Қытайлардың династиясы қайтып Мин династиясы отырып жатқан кез, олар енді не сауда-саттықтарды бәрін тоқтатамыз, ішкі тек Қытай сауда-саттығы болады, сыртқы саудаласу қоямыз деген шешімге келеді. Алтын Орданың сауда-саттық өмір сүріп жатқан қалалар құлдырай бастайды. Көп әрі бақталастық, хандардың алмасқанынан халық шаршайды тұрақсыздықтан. Тоқтамыс өзінің әйелдерін азғырғанына көніп, Ақсақ Темірдің қалаларына шапқыншылық ұйымдастыруға бастайды. Яғни ол кезде жібек жолы екі жолмен жүретін болады, оңтүстік және солтүстік. Солтүстікте Алтын Орданың қалалары мен жаңа Сарайберке, Сарайшық және Астраханьмен жүрсе, ал оңтүстікте Бұхара, Самарқандпен жүреді. Яғни Қытайдан шыққан тауардың екіге бөлінуі, пайданың екіге несеген көре алмаған Тоқтамыс әйелін тыңдап, Ақсақ Темірдің кезінде жаулап алған, тоналған қалалардың әміршілерімен келісіп, бір уақытта соққы береміз деп. Әрі Ақсақ Темірдің Иранға кеткен жорық кезінде Бұхара, Самарқанд ең бай қалаларына шабуыл жасап, бірақ бір жылдың ішінде Ақсақ Темір бәрін қалпына келіп, Тоқтамысты қолдаған билеушілерді, қалаларды жерме-жексен қылып, Алтын Ордаға үлкен жорыққа шығады. Сол жорықтың Сартауда болады. Қазір орыстар оны Саратов деп айтады. Сартаудың болындағы үлкен шайқаста Тоқтамыс жеңіліп, Кавказға қарай қашады. Ал Ақсақ Темір бүкіл Алтын Орданың қалаларын жерме-жексен қылады. Ендігәрі саудамен жасамайтыны және тұрғылықты халықтардың үлгергені қашып үлгереді, үлгермеген Ақсақ Темір бәрін қырады. Өзін мұсылман әрі Алланың қылышымын не деп айтқанмен де Ақсақ Темірдің аса ірі қатыгездіктері бар. Ақсақ Темір әрі білет Тоқтамыстың тірі екенін, сондықтан екінші шайқас болатынын да сезеді. Қалың қолды жинап Кавказға бағыттайды. Қазіргі Терек өзенінің жағасында екінші шайқас болып, Тоқтамыс қайтадан жеңіліс табылып, өзінің қайнатасы Литов князьдіктеріне қашып кетеді. Толығымен Алтын Орда құлдырап, құлауға ұшырайды. Толық жеңіске жеткен Ақсақ Темір еліне қайтады. Сол кезде Ақсақ Темірдің бүкіл жорығына және жол көрсетіп жүрген едіге Ақсақ Темірден өзінің Маңғыт руларына барып, аман-есен білгісі келем, сағынғанын айтып, және де қайтарында Маңғыттардан қол жинап, Ақсақ Темірдің жаңа жорықтарына көмектесетінін айтады. Оған сеніп
ақсақ темір жібереді, бірақ бүкіл маңғыттарды жинап қазіргі Ембі Жем өзеніне қарай алып кетіп, сәлем хат жазып жібереді ақсақ темірге. Осымен олардың арасындағы сыйлас және бауырмашылық қарым-қатынасы болды деп. Сөйтіп ақсақ темір түсінеді Едігенің қай мақсатта, қандай мақсатпен жүргенін. Ал Едіге бүкіл маңғыттарды және Алтын Ордадан тірі қалған, қашқан көптеген ру тайпалардың бастарын қосып, Алтын Орданы қайта қалпына келтіруге кірісе бастайды. Бірақ қалалары бұрынғыдай емес, құлдырап кетеді. Толығымен қалпына келтірмесе де, үлкен қолбасшы болып қол жинап, орыс князьдіктеріне айтады қайтадан салық төлеуін. Бірақ ол кездер орыстардың ең алғашқы басшылары бірігіп, Мамайға қарсы Куликов шайқасы болады. Сол кездердегі орыстардың бір ұлт есебінде сана сезімі оянып жатқан кез, олар да білет Алтын Орданың бұрынғыдай күші жоқ, уже ыдырап жатқан, мойындағысы келмейді Дмитрий Донской. Бірақ Едіге түсінеді, күшпен ғана мойындату керек екен. Бар қол жинап алып, орыстарға үлкен бір шабуыл жасайды. Соның бір ақыры дәлелі 1409 жылы Мәскеуді өртейді. Орыс князьдіктері қорыққаннан Едігені мойындап, салық төлейді. Бәрі ант береді, жығылып неде қыр басында. Қазір олар өздерін на поклонной горе деп айтады. Әлі де бар өздері парадқа жүргізетін сол на поклонной гореде орыс князьдіктері ант береді, қайтып жалғастыратын, салық беріп. Сол кездері Литов корольдігін көндірген Тоқтамыс соңғы үміті болады Алтын Орданың тағын қайтаруға. Литовтерді көндіреді, Алтын Ордаға қарсы, яғни Едігеге қарсы шабуыл жасайық деп. Бірақ сол шайқас кезінде Едіген көшпенділердің қулығын жасап, жеңіліп баратқан тыс білдіріп, кейін қарай қашып баратқандай Литов әскерлері, рыцарлар одан сайын қуа бастаған кезде алдыңғы шебі алдыға қатты шығып кетіп, артқы шебі үлгере алмай екіге бөліп, сол кезде Едіген әскері толығымен жеңеді, яғни литовтердің әскерлері қашып та үлгермейді. Ол қулықты әрине мыңдаған жыл бойы пайдаланып келатқан көшпенділердің Тоқтамыс біледі, бірақ Тоқтамыстың сол қол бастағанына бәрі күмән келтіреді. Тоқтамыс шайқас кезінде де болғанмен қашып кетеді, кейін бірақ өзінің қасындағы жендеттері өлтірді деген сыбыс болады. Кейін Едігеге жаңалық келеді, яғни ақсақ темірдің өлгені туралы. Едіге Хиуаға қарсы шабуыл жасап, Хиуаны бағындырады. Кейін бірақ ұзақ отыра алмайды. Тоқтамыстың балдары қайтадан шабуыл жасап, ұзақ соғысады. Едіге Әмір Темірдің өлімінен кейін Хиуаға, басқа қалаларға шабуылдары болады. Хиуаны жаулағаннан кейін 3 жылдай бекінісінде кейін Тоқтамыстың балдары кек алуға келеді шайқастардан. Артынан өзінің балдары қарсы шығады, қайта Алтын Ордаға қайтып келеді. 2-3 жыл онда да билік етіп, Киевке шапқыншылық жорықтарын жасап, келген Алтын Ордаға ұзақ, бірақ билігін жүргізе алмайды. Ақыры Тоқтамыстың балдары өлтіреді. Осылай атақты батыр, биші әрі саясаткердің өмірі үзіледі. Барынша қолынан келгенше тырысады Алтын Орданы қалпына келтіру Батыйдың кезіндегідей. Бірақ онысымен дым шықпайды, яғни оған көптеген жағдайлардың, оқиғалардың кесірінен Алтын Орда толығымен күйрейді. Ең бірінші сол сауда-саттықтың тоқтағаны, яғни сол кездері үлкен бір ықпалы жібек жолының тоқтағаны, әрі әлемдегі үлкен географиялық ашу басталып жатады. Ол кеткені Америка ашылуы, Европаның, әрі оның алдындағы ақсақ темірдің Баязид жеңіп, Европаның қорқып отқан түріктерден Баязид жеңгеннен кейін түріктер біраз уақыт Европаға шабуылдарын тоқтатады, яғни ақсақ темірден жеңілгеннен кейін. Сол кезеңдерде мұсылмандардың ықпалы қатты болып тұрған кезінен Европа қайта күш алып, сауда-саттық нелер жасап, Европа гүлдене бастайды. Құлағаннан кейін шағын хандықтар пайда болады, яғни Қазақ хандығы, Ноғай ордасы, Крым, татар, башқұрт, қарақалпақ хандықтары. Сол Ноғай ордасының ең іргетасын сол Едігенді айтады, яғни Ноғайлардың ордасын құрушысы деп. Солай Қаратаудың етегінде жерлейді Едігені. Достар, әрине каналды қолдап, тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып кетсеңіздер үлкен бір қолдау болар еді, әрі дамуыма жаңа ізденістер мен жаңа тақырыптар көтеруімізге.